Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Мақал сөзді мәйегі демекші. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мақал-мәтелдер. Оның ішінде отбасы туралы айтпақпын. Мақал-мәтелдер ұғымына қысқаша түсінік беріп өтейін. Мақал-мәтелдер талай замандар бойы қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа ауысып келген халықтық мұра, асқан шеберлікпен жасалған сөз өрнегі. Мақал-мәтелдерден халықтың ақыл-ой, даналығы мен тапқырлығын көреміз. Олар кең мазмұнды, бірақ ауыз сөзбен айтып қорытынды жасаудың тамаша үлгісі. Халық тапқырлығымен айтқанда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Мақал-мәтелдер әрі ықшам, әрі көркем түрде жасалып, терең ой, кең мазмұнды қамтиды. Енді